Енді Димаш Құдайберген орындап жүрген ұмытылмас күн деген өлең енді бүкіл халық біледі. Білгенде енді көбісі осының тарихына қарай үңіледі. Бәріміз де жас болдық. Біздің Димаш та сондай уыздай жас кезі 17-18-дің ояқ-бұяғында біздің үйге келмес бұрын менің баламнан сәлем айтып жіберді. Сен папаңа айтайық, осы өлеңнің сөзін жазып берсін депті. Көп әндер жазып жүр ғой, өлеңдер жазып жүр ғой деп. Өзі неге келмейді деп едім, өзі келуге ұялады. Сосын мен айттым, кешке ертіп кел, екеуміз көрісіп тұрамыз. Бірақ сол маған қарамай-ақ, сол фортепианода ойнап отырса болды дедім, күйсандықта. Жақсы деп келсе ғой, содан Димаш қайда бастап ойнай бастады музыка. Мен бұрыннан да осы Бейбіт Оралов ағаларымызға, басқа да композиторларға солай музыкаға сөз жазып үйренгенмін. Кейде адамға бір берілетін қасиет болады ғой, музыканың не айтқысы келетінін түсінетін жағдайлар болады. Оның үстіне бозбалада қандай сезім болуы мүмкін, ол енді айтпаса да түсінікті жағдай ғой. Сонан кейін жаңағы музыканың ырғағын бойыма сіңірдім әбден. Солай да солай ол үзбей ойнап отыр дедім. Сөйткенше болмай бір-екі шумағы дайын болды. Бірден оқып бердім. Ол да қатты ұнатты. Сонан кейін редакторлық жұмыстар жасадық. Кейіннен осы өлең жарыққа шықты. Жарыққа шыққанда да бұл өлеңнің бір керемет орындалған сәттеріне көңіл бөлетін болсақ, қазір айтайын. Қытайда өткен I'm Singer деген байқау бар. Сол байқауда финалында осы өлең орындалды. Онан кейін бүкіл әлемнің сұлулары 200 мемлекеттен әлем сұлуы деген, әлем аруы деген байқау өткізілді. Сонда да осы өлеңмен әлемнің 200 аруы осы әнмен қалықтап сахнаға шықты. Онан кейін ол енді Азия әндерінің байқауында жаңағы ең үздік ән болып қабылданды. Оның үстіне шетелдіктер, еуропалықтар бұл әнді жатқа біледі. Мен енді өз көзіммен куә болдым. Барған кезде осылай әнді бәрі қосылып шырқап отыратыны. Сондай жақсы әдемі керемет сәттер өтіп жатыр. Енді Димаштың барлық көп жерге қойған концерттеріне барып қатысамын. Жақында тағы бір үлкен